армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Балалар, классик жазушы Бердібек Соқпақбаевтың биыл бір ел бір кітап акциясы аясында осының шығармаларын біз насихаттаудамыз. Жоқтығы биік тұлға дөңгелек үстелге бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтынан кейін Мәскеуде жоғарғы әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқыған. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шыңғыс Айтматов атындағы Қазақ киностудиясында істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастаған. 1950 жылы Бұлақ атты жыр жинағы шыққан. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме мен повесть, роман кітаптар ұсынды. Менің атым Қожа, Балалық шаққа саяхат, Боз төбеде бір қыз бар, Өлгендер қайтып келмейді, және Қайдасың Гауһар секілді туындылары КСРО халықтарының және шетелдің көптеген тілдерінде аударылып, сахналық экрандық нұсқаға айналған. 1967 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған фильмдердің Канн қаласында Францияда өткен халықаралық фестивалінде Менің атым Қожа фильмі Бердібек Соқпақбаевтың сценарийі арнаулы жүлдеге ие болды. Қазақ КСРО жоғарғы кеңесінің құрметті грамотасымен марапатталған.